Армысыздар ағайын. Бұл баяғы мен өздеріңіз бұрыннан білетін, көрген көзде күлетін Асқар Наймантаев деген қалжақбас мен боламын. Бұл сіздердің көріп отырғандарыңыз масқара шоу. Масқара деп біз ешкімнің масқарасын шығарайық деп отырғанымыз жоқ. Тек менің Асқар деген атымның басында бір әріп, соңына бір әріп қойып жіберсе, масқара деген сөз шығады екен. Сондықтан бұл масқара шоу. Ал масқара шоудың қонақтары үнемі әзілкеш, үнемі әнші, көңілді адамдар болады. Ал бүгін де біз сондай көңілді адамдардан құр алақан емеспіз. Тамашаның тарланы, қыз жігіттің арманы. Қатты айттым ғой деймін басына. Бауыржан Орда келіп отыр. Рахмет. Ал енді ортамызда отырған ару сол Бауыржанның үйдегі бас режиссері Алтын Айниязова. Қазір енді мына көрермендер қол шапалақтап жатыр, оған көңіл аударып. Өйткені барлығы үйінде отырған адамдар, олар шапалақтағаннан басқаны білмейді. Ал қош келдіңдер. Біздің масқара шоуға. Мына біздің масқара шоуда әңгімеміз, біз ешкімге сұрақ қоймаймыз. Жанын қинамаймыз. Анау айтпай жүрген құпиясын ашық айтқызбаймыз. Біз тек қана есімізге түскен әзілдерді, жақсы бір анекдоттар болып жатса, еске түскен соларды айтып жатамыз. Мәселен, кейде бір Бауыржан өзің білесің, анекдоттың өзіңде қарқылдап бірден айта қойған кезде ішіңді басып күлетіндер де болады да, кейде күлмейтін анекдоттар да болады. Оны естіген адам бір күннен кейін болмаса, бір айдан кейін болмаса, бір жылдан кейін дәл сондай жағдай басынан өткен кезде, мынау сол екен ғой деп сол кезде бір мырс ете түсуі мүмкін, олда да күлмеуі мүмкін. Сондайдың біреуі мысалға бала кезден бірге өскен екі дос. Осы жұптары жазылмай, екеуі тай құйындай тебісіп, бірге өскен, енді өмірдің ағысы екеуін екі жаққа алып кетеді. Күндердің күнінде екі достың біреуі үлкен бастық болып, жаңағы облыстың ба, ауданның әкімі болып қайтып оралады. Өзінің досың сондай үлкен бастық болғанына мына дос қуанып жүгіріп барып қолын алайын деп, әлгінің барысы енді қазір бастықтың алдына кіргеннен тозаққа кірген оңай ғой. Кіре алмайды. Әйтеуір астындағы милициядан ба өтеді, басқасына есіктің алдында хат шығыз, жоқ, қазір кіруге болмайды. Мен қолын алып құттықтап кетсем болды, менің шаруам жоқ, ештеңе сұрам. Жоқ, қазір совещание, қазір министрмен сөйлесіп жатыр, қазір селектормен совещание, анау болып жатыр, мынау кеш батқанша отырады, кіре алмайды. Ең болмаса есіңді қолын бұлғап қойын десе, болмайды, мен жұмыстан шығарып жібереді. Түннен түңіледік. Содан барып ана хат шығызға барып айтты, айналайын, мен кеттім. Ана бастығыңа айт. 3 күннен кейін өледі депті кетіп қалды. Ана сөзді естіген, ана хат шығыз жүгіріп барып бастығына айтады, ана бір кісі сізге күні бойы кіре алмай кетіп еді, сізді 3 күннен кейін өледі деп айтты. Кім? Анау! Ұста! Ананы бірінші қабатқа жеткізбей, қолын қайырып, милициямен алып келсе, өзінің досы, ойбай жіберіңдер, бұл менің досым деп, құшақтап, көрісіп, қасын отырғызып, шай алғызып, шай беріп. Соны артық адамның бәрін кабинеттен шығарып жүріп, есікті ішінен іліп алып, досым, сен жаңа қызға маған 3 күннен кейін өледі депсің ғой. Оның не әңгіме? Жай ма дейді. Иә. Дос айтады дейді, жай. Менің әкем де өлерінен 3 күн бұрын адам танымайды. Ешкім танымайды. Сондай ғой мінекей. Өмірдің өзінен алынып жатқан осындай анекдоттар, осындай қызықтар болып жатады. Мінекей Бауыржан алтын уақытыңды қиып, қазір өзі қаланың барлығында тұрыстың бәрі тоқтап азайып жатқан кезде, бәрін шектеп тастады. Барлығы шектеліп жатқан кезде, енді қазақтың басына келіп жатқан бір сын шығар. Бұл енді бұл қияметте қазағымызды аман есен айналып өткен бәріміз тілейміз. Әрине. Көтеріңкі көңіл күйде иммунитет дейді. Біздің міндет осы халықтың осындай кезде жабырққан көңілін көтеріп отыру деген бір мақсат қойып, өздеріңдей көңілді қонақтарды шақырып отырғанымыз. Алтын келгеніңе рахмет. Бауыржанды адастырмай жетектеп алып кетесің қазір. Ал енді біз дәстүр бойынша хабарымыздың ең басында ән өмірдің сәні ғой деп әнмен бастаймыз. Бүгінге дайындап келген әнің бар ма, Бауыржан? Ән бар енді. Дайындап келген деп айтсақ та болады шығар. Жалпы енді бұл қалай болғанда да мінекей Наурыз мерекесі жалғасуда, күні кеше мінекей әлі бір ай бойына тойланады ғой, Наурыз айы. Наурыз мерекесі. Жалпы көктем мерекесі жақындағанда 8 Наурыз болды. Ойбай айтпа. Иә, сондықтан да сол бірінші әнді Асқар аға әйелдерге арнасақ, қыздарға арнасақ, аман қалғың келсе әйелдерден болсын. Кеше анау жаңа сіз айтқандай күлкі деген халықтың иммунитетін көтереді деп, үйде отырып халықты бір күлдірейін деп, әйелім қасымда отырып, екеуміз ақылдасып отырып Инстаграмға жарнама бердім. Карантинге байланысты тойсыз
ақшасыз қалғандықтан жағдайы жақсы, қалтасы қалың, ақшасы көп әйелді тоқалдыққа аламын. Жасы, түр келбеті, салмағы маңызды емес деп өзім кәдімгі телефоным жаздым. Сөйтсем біреулер шексілесі қатып күліп, бұл да бір кішкене күліп алдық. Карантинге байланысты жаңағы отырып қалғандықтан тым жоқ. Алтын қарсы болған? Жоқ, екеуміздің жасап жүрген. Ал енді жаңағы күлкінің бұл әзілді түсінбейтін, астарын түсінбейтіндер маған енді сол жерде енді әзілдің де реті бар ғой, жөні бар ғой, ашуланып, ол не керек деген сияқты. Ер болғансың әрине ондайлар болады. Әзілді түсінбейтін адам ол жалпы қазақта сөз бар екен, ақылды адам жан-жағын күлдіріп жүруге ұялмайды деген. Мен ән айтайын деп әлі отырмын ғой, Сұлтан Сұрайылдың бір монологы бар еді, сахнаға шығады да, сол мен ән айтайын, ән демекші деп бір әңгіме айтып кетеді. Біраздан кейін тұрып, мен ән айтуға шыққан екен, ән айтайын, мен ән айтайын. Баяғыда деп басқа нәрсе айтып кетеді. Ақыры ән айтпайды жаңағы, сол өте былай қызық монолог негізі. Халықты сол күлдіріп бір 8 минут пен 10 минуттың арасында әңгіме ұстайды. Сондықтан мен ән айтайын, баяғыда деп қайтып кете береді, ақыры ән айтпайды, соғыса отырмын мен де. Әйелдерге деп бастадық қой әнімізді. Әннің аты «Әйелдер туралы». Өлеңімнің бүгінгі тақырыбы кім? Өзі сұлу қылықты шақырады кім? Сұлулығын айналдында күнде дәлелдер. Тақырыбы әнімнің бүгін әйелдер. Тақырыбы әнімнің бүгін әйелдер. Әйел деген әдемі мойындаймыз ғой, еркек деген қап-қатты шойындаймыз ғой. Ал шойындай әйелдерге кезігіп қалсақ, жұмсақсың деп өтірік мойындаймыз ғой. Жұмсақсың деп оны да мойындаймыз ғой. Кей жігіттер әйелдерін бекер жылатады, менің нәзік әйелім гүлді ұнатады. Менің нәзік әйелімнің нәзіктігі сол, гүл бермесем ол мені ұрып құлатады. Гүл бермесем ол мені ұрып құлатады. Әйелдерсіз күніміз қызықты өтпейді, жіберіп тұрсаң салонға дымыңда кетпейді. Әйелімнің салонға барғаны құрысын, маникюр мен макияжға айлығым жетпейді. Маникюр мен макияжға айлығым жетпейді. Әйелдердің фитнестен қолдары тимейді, бір көйлекті әйелдер 2 рет кимейді. Кейде тіпті әйелімді қаттайып кетем, 100 көйлектің қайсысын киерім білмейді. 100 көйлектің қайсысын киерім білмейді. Бүгін де сөйттім. Басқа елге қарасаң әйелдер күндейді, ал әйелдер өзге еркекті көзіне ілмейді. Өзге еркек бұлай тұрсын менің әйелім, Құдай білет сол менің атымды білмейді. Өзіме де обал жоқ сөз ертіп алған, көзін оның 1-2 рет көгертіп алған. Сол себептен ол менің атымды ұмытып, Албасты деп атымды өзгертіп алған. Албасты деп атымды өзгертіп алған. Әйел деген күйеуін жұмыстан тосады, кештеу келсең арқаңды қамшымен емес әрине, оқтаумен қосады. Достарыңмен түнімен қыдырып келсең, таң атпастан әйелдер зззз деп шаң сорғыш қосады. Таң атпастан әйелдер шаң сорғыш қосады. Қамшым. Ең бастысы неге шаң сорғыш қосадың білмеймін, мен шаң болып келген жоқпын ғой. Мен бас болып келдім ғой. Тойға барса әйелдер жайқалып барады, шығып болмай үйінен майқалып қалады. Егер тойда басқа елмен көп билеп кетсең, көз аларып, мұрны тұжырайып, қызғанғаны байқалып қалады. Негізі қызғанбаймыз дейді ғой, бәрі қызғанады. Көз аларып, қызғанғаны байқалып қалады. Қайын жұртың үйге келсе шағын той болады, суреттердің барлығын қазанға салады. Ал егер де үйге келсе менің туысым, картошкама макарон ба қуыра салады. Картошкама макарон ба қуыра салады. Аптасына, расқо болады оның арасында. Аптасына 1 рет әйел үй жинайды, еркек байғыз сол кезде өзіне сыймайды. Не жатарын, не тұрарын білмей тұрғанда, қағып келшей кілемді деп еркекті қинайды. Қағып кел деп кілемді еркекті қинайды.
Кей жігіттер әйеліммен жарысып келет, азық түлік базардан алысып келет. Ақша беріп әйелдерге өзің бар десең, бар ақшаны үйтіп тауысып келет. Үйтіп бар ақшаны тауысып келет. Сол бая қайын жұртқа береме деймін. Кейбір әйел көлікпенен жұмысқа барат, рөлді тұрып бетіне бояуды қалай болса солай жағат. Ерні қызыл қорқынышты шопырды көріп, гаилердің өздері тығылып қалат. Гаилердің өздері тығылып қалат. Біз болмасақ әйелдерді кімдер жырлайды? Әйелдерді жырласаң уақыт зырлайды. Қалай десең олай де шынына келсек, әйелдерсіз өміріміз түкке тұрмайды. Әйелдерсіз өміріміз түкке тұрмайды. Әйелдер деп әлемнің құсы сайрасын, аналардың басынан бағы таймасын. Әйелдерсіз 2 минут өмір сүре алмас. Еркектердің сіздерге көзі тоймасын. Еркектердің сіздерге өзі тоймасын. Еркектердің сіздерге көзі тоймасын. Ой, бәрекелді. Анау нағыз шынымен алтын риза болатын ән екен. Алтын енді өзіңде бекер емес, бір өнерді отбасы өнері шаңырақ шыққан. Сенің ана бауырың Өмірқұлды бүкіл қазақ күміскөмей әнші деп таниды. Енді өзіңде мінеки өнерде бауыр отбасын құрып отырсыңдар. Бауыржандай азаматқа әйел болу оңай ма, қиын ба? Негізі оңай шығар. Мен өте жақсы адаммын ғой Асеке. Өте жалпы. Маған біздің үйге, біздің шаңыраққа көп қойылатын сұрақ. Әйелінен бізде енді өмір бақи елге әзілде жүргеннен кейін, сол елдің бәрін күлдіріп жүргеннен кейін әйелге де үйлеріңізде көңілді шығар деп сұрайды. Қайдан білсін біздің үйден қабағымыз қарсы алып жүретін. Сол сұрақ мысалға сендерге қойылса, үйде қалай? Көп қойылады. Енді Бауыржан үйде де қылжақтап нетіп жүреді деп айта алмаймын, бірақ көңілді сәттерді туғызады. Балаларды күлдіреді. Енді қиын ба, оңай ма дегенге келсек, ешқандай қиындығы жоқ мен үшін. Екеуміз қыз бен жігіт болып 4 жыл жүрдік. 4 жыл жүрген кезде де сол әбден шашылған екенсің ғой. Дамым қалмады. Үйленіп тынбасам болған екен ғой. Болмайтын болды үйленіп тынбасам. Сондықтан әбден бір-бірімізге үйренгенбіз. Бір коллективте театрда жұмыс жасадық. Ол актер, мен актриса. Біздің жаңағы жол сапарымызда бірге болды, сахнамызда бірге болды, тойға да бірге шықтық. Сөйтіп үйреніп кеттік. Көп журналистер барған кезде сұрайды, алтынға сұрақ қояды жалпы. Бауыржан үйде, Бауыржан жалпы қандай жар, қандай әке, қандай адам деп. Мен айтам, неге одан сұрайсыңдар, мен ол туралы, мен өзім туралы өзім жақсы білемін ғой. Мен керемет адаммын, жақсы әкемін, жақсы жармын. Ой, мен мықтымын ғой деймін. Неге мен әйеліме сұрайсыңдар, мен әйелім білмейді десем күледі. Соқсап жаңағы көбісі сіз айтқандай ойлайды ғой, ойбай Асқар ағамның үйде, Асқар ағамның үйіндегі жеңгемнің езуі жиылмайды шығар. Ол қайдан білсін, Асқар ағам бір компьютерден бір қағазда бір шұқшиып отырады. Сценарий жазса адаммен сөйлеспейді. Сценарий жазған, сатира жазған, кітап жазған адам бұл әйелде шаруасы жоқ, арасында айтса тек, "Ей, шайыңды әкеп бер" деуі мүмкін. Сосын қайтадан осылай ол шыны керек әңгіме. Солай әрине. Ал мысалы көп жерде мен сұрайды, бірақ мен айтамын, көп жерде мен үйде мысалға көп сөйлемеймін. Үйде жалпы үндемеймін. Не қиялиланып, біз өзі білесің, өнер адамдар не 99, не 101 болады. Біз сау емеспіз, не ауыр, не кем, не артықпыз. Соны үйде өзім ойланып жүремін. Бұл айтады, не өзіңмен өзім сөйлеп жүрсің дейді. Кейде өзіммен өзім жатып алып қиялдап жатамын. Марқұм Марат Сақатов жатып алып әйеліне, "Не істеп жатсың?" десе, "Жұмыс істеп жатырмын" дейді екен диванда жатып. "Қайдағы жұмыс? Сен диванда жатсың ғой" десе, "Мен оймен жұмыс істеп жатырмын. Келесі дүниеге келетін материалды ойластырып жатырмын" деп. Мен адам миында пісіреді ғой бірінші. Сондықтан болмаса қағаз жазып отырасың, үйде жаңағы күлдіріп, айқайлап сөйлеп, жындадан құсап өлең айтып жүріп, басынан көтеріп жүретін алтын негізі. Ал былай сырт көзге бұл үйде үндемейтін, моп-момақан сияқты. Жаңа бір күні біреу жылап отыр дейді, әңгіме шығып кетеді ғой. Бәрекелді. Біреу жылап отыр дейді, сосын қасына келіп, "Менің әйелім нашар" деп. Сосын, "Ойбай, не болды? Аға, не болды? Ойбай, менің әйелім нашар." "Ой, сіздің әйеліңіз керемет қой. Сен қайдан білесің менің әйелім керемет екенін?" "Ойбай, біз сіздің әйеліңіз көріп жүрміз. Бүкіл ауладағы әйелдердің ішіндегі әйелдің төресі сіздің әйел." "Жоқ, сен оны қайдан білесің?" "Ой,
ой білеміз ғой Мәке-ау, сіздің әйеліңізден асқан әйел бар ма? Өзі сұлу, өзі сондай, мінезі жұмсақ. Сен қайдан білесің оны жұмсақ екен? Ой, Мәке, белгілі ғой, сіздің әйеліңіздің керемет екен белгілі. Қоймайды дейді, сосын анау айтты. Сен бері қара деді. Мен аяғымда туфлиді көрдің ба? Көрдім. Әдемі ме? Әдемі. Итальянский туфли. Күшті ме? Күшті. Бірақ бұл менің аяғымды қысады. Бірақ оның менің аяғымды қысып тұрған тек қана мен білем ғой. Сол сияқты ана әйелмен бірге тұрып жатқан мен білем ғой әйелім қайда екенін, сен қайдан білесің? Деп жынданып кетіп қалса, ана ойланып аяғына қарап айтады дейді, қысады дейді. Мәтеңет, міне бір аяқ киімді менің аяғымды қысады. Әйелдің не қатысы бар деп кетіп қалыпты, түк түсінбей. Сол сияқты адам мысалға маған да кейбіреулер деп, ой, алтын анандай шығар, алтын мындай шығар, көке деймін. 15 жылдан бері бұл кісіні менен артық білетін адам жоқ шығар. Сондықтан бір күн тұрып көр дейсің. Иә, бірақ енді әйелді жаман деп жамандамайсың. Қазір менің әйелім жаман десем, біреу маған жақсы әйелін әкеліп бермейді ғой. Мынаны пайдалана тұр, мына. Обал болыпты ғой саған. Обал болыпты, менікі күшті. Сен әйелің нашар екен, менің әйелімді ала тұр деп кім маған әйелін әкеліп береді? Сондықтан әйелді жамандамаймыз. Жаңағы не болса да өзіңнен бір сөз бар ғой. Өзім алдым, кінә өзімден, қашық болған өзім, ұрынған өзім, өзіме обал жоқ деп отырасыз. Осы сөзді 3 рет айтасыз. Сол кезде басыласыз. Мінекей құрметті көрермендер, қандай өнерлі отбасымен қатар отырғанымызды байқап отырсыздар. Бұл Алтын мен Бауыржанның осы менің студиямда ғана әзіл айтып әңгіме айтып отырған емес, бұлар қазір өздері де әзілдерді түсіріп, мына қазіргі тілмен айтқанда Вайн деп Инстаграм желісінде кәдімгідей біраз жұртқа танымал болып қалды. Олай болса, осы отбасының сол Вайндарының біріне кезек берейік. Мына сақинаны қараш, қандай әдемі, әпкеммен жездем алып келді. Ал мынаның өзің білесің, сіңіліммен күйеу балам алып келді. Жандарым, ағам мен жеңгем комплект әкелген ғой, бриллиантовый өзің білесің. Кіші сіңіліммен күйеу балам мына сырған әкеліпті. Алтын. Вообще, шалау, сенің 60 жасыңда жасағанымыз күшті болыпты ғой. Қаншама конверттер, сыйлықтар. Ал мынау саған. Бұл не? Шапан. Ал мынау құдағиымның кигізген норка шубасы. Қалай? Жараса ма? Саған шапан. Айтпақшы, нағашыларымның да келген шубасы бар. Оны артынан киіп көрсетем. Мынау саған. Коллективім мына алтын сағатта келген, ал бұрынғы коллективім мына білезіктерді келген ғой. Саған шапан. Жиендерімді қарасайшы, мына құндыз шарқатта келген, ал бөлелерім мына құндыз бөрікте келген. Жараса ма? Саған шапан. Шәндәрім-ау, подружкаларым мына iPhone 11-де келген ғой. Саған міне шапан. Кемпір. Бері қарасың, 60 жас менікі. Сыйлықтың бәрі саған. Маған не мұны кілең? Шапан кілең. Шапаннан басқа маған бірдеңе жоқ па? Ойбай, неге жоқ? Бар. Әкемізге бір қол соқсақ болмай ма? Қызым гүлдей баптаған. Мінекей құрметті ағайындар, осындай әзілдерді түсіріп бүкіл халықтың көңілін тауып жатқан отбасымен бүгін кездесіп отырмыз. Сіздерге де біз осындай әзілдеріңізді түсіріп, болмаса өздеріңіз анекдот айтып телефондарыңызға түсіріп, 8-746-1751 телефонына WhatsApp арқылы жолдасаңыздар, сіздердің әзілдеріңізді біз хабарымыздан көрсетіп, түптің түбінде керемет көңілімізден шыққан әзілді талқыға салып, бағалап, соған бағалы сыйлығымыз бар беретін. Ол жеңімпазды осы студияға шақырып алып, бүкіл елдің алдында таныстырып, сөйтіп марапаттаймыз. Естеріңізде болсын, бізге әзілдеріңізді жіберіп отырыңыздар. Бізге де сыйлық бересіз. Ол енді кейін сараптап көреміз ғой, бәрін жинаған кезде. Сыйлықсыз адам қалмау керек негізінде. Әзілдерімізді жаңа беріп жатыр, сыйлық береді деген айтып қалжыңдап отырмын. Жаңа Вайн дегеннен шығады. Жалпы біреулер айтады, ол не мақсатпен сіз Вайнға көштіңіз? Тұңғышбай ағам айтқан сияқты, қазір жарықтың жылдамдығымен өтіп жатқан өмір деп. Қазір мына халық шыны керек, өзіңізде сатириксіз ғой. 10 минуттық, 12 минуттық миниатюраны көруге уақыт жоқ халықта. Жоқ қазір. Қысқаша. Содан кейін анау өзіңізді келдіңіз талай, тамаша ситиде өзіңіз ойнадыңыз. Содан кейін 5 минуттық қылып тастадық. 5 минут, 4,5 минуттан аспайтын қылып. Онда қазір халық көрмейтін болды. Уақыт жоқ бәрі. Тез көргісі келеді, бәрі тез асығыс бәрі. Соны анау Вайн деген өзі бір
ойланып, мен түсірерден бұрын ойланып қарадым, бұл неменеге, бұл қысқа болу керек. 1 минут, ары кетсе 1,5 минуттан аспайды. Сонда ойлаймын, халықта уақыт жоқ маған. Ұзақ көріп отыруға қарайды да 1 минут тез басталып тез бітіп кету керек. Біріншіден ұнап үлгеру керек. Иә, ұнап үлгеру керек 1 минуттың ішінде. Өйткені басқалар тұр ғой. Басқасын қарайды ғой. Ол бір жағынан жақсы шығар. Ол жерде талғам пайда болады. Бір жағынан жақсы шығар деп ойлаймын. Екінші жағынан тағы да оны оған дейін де ойлайды, жұрттар айтады, не мақсатпен түсіресің? Жалпы сатираның мақсаты қоғамды сынамаса, әшкерелемесе, бұл сатира бола ма? Ол маңдайға ұрып айтқан, ол сатира емес, ол уже шындық, ол демократия. Ал кішкене астырлап, келемеждеп, әжуалап, мысқылдап, кекесінге салып айтқан нәрсе сатира мысалға. Ол юмор, жалпы әзілдің атқаратын орнында сол. Соның көбісі тікелей қабылдайды. Ой, сіз мынаны бүйтіп қойыпсыз, ұят емес пе? Мен айтамын, өз сатира деген өзі осындай болмаңдар, осындайдан аулақ болыңдар, осындайдан қашық болыңдар деген ниетпен айтылатын нәрсе ғой деп жүрген жерде осы айтып шаршайсың кейде, шыны керек. Ол шаршайсың, біздің енді мына көпшілік бар жерде болғаннан кейін әртүрлі пікір болады, неше түрлі пікір. Осы отырған жерде біраз адам ұнаған дүние біреуіне ұнамай қалады. Содан шығады шидің барлығы. Ең басындағы өзің айтып кеткен әңгіме ғой, мына әзілді түсіну дегеннің өзі мына орыстардың чувство юмора деген. Ол да бір Құдайдан берілетін дүние. Дұрыс айтасыз. Ол берілмесе адамға, Құдайды әзілді түсіну, әзілді қабылдау Құдайдан берілмеген адам, ол енді өте қиын, ол трагедия. Мен бір прокурор жолдасымды да бір ренжітіп алған жерім болды. Өзі бір күйіктірлікпен әңгімелесіп тұрдық, менің басымда бір 90 проблема тұрған, темекі шертіп тұрдым, бірдем айтып күлдіріп жүрмейсің ба деді. Өзі ханым басыма бірақ шықты да айттым, сен өшірді біреу соттап жіберші десем, ол менің жұмысым ғой дейді. Ол анау менің жұмысым. Мен сахнада күлдірейін да адамды айналайын, өмірде мен де ашуланайын, мен де күйінейін кішкене. Мен де бір осы бір жігіт анау жылы бір ауырдым. Содан көлікпен жүру қиын болды да метромен дәрігерге барып келіп жүрмін. Сол Алматының метросына мінгенім бірінші рет сол кезде. Сонда сол метродан шыға бергенде біреу маған суретке түсейік деген екен, мен енді ана ауырып тұрмын дегенде елге қайтып айтасың. Уақытым жоқ, айналайын деп кетіп қалыппын. Соны ерінбей Фейсбукқа салып, мен сізді енді көрмеймін, көрсеңіз бетіңізге түкіремін. Адам менсінбейтін адам екенсіз. Мен сізбен суретке танымайтын адаммен суретке түсу деген мен әлі миыма кірмейді. Бірақ амал жоқ, халық оған үйретті. Мен Құдай сақтаған екен. Менде осындай жағдай болды. Сөйтіп біреу суретке түсейік дегесін жарайды деп түсе салғанмын ғой. Сөйтіп мынау жарық болмай қалды, мына кішкене былай тұр деп жарыққа түсейік деп кішкене инициативаны не қылып өз қолға алып бүйтіп 2-3 рет суретке түсіп жіберсең керек. Кейіннен ол мені салыпты. Көріп, әдейі сынап жақындап едім суретке түсейік деп. Сондай қарапайым екенсіз. Тоқтап, уақытыңызды бөліп, суретке түстіңіз. Сол егер бір адам болса керек, енді сізді бұдан әрмен қарай, бұрында жақсы көруші едім, әзілдеріңізді көруші едім, енді одан әрмен қарай да көре беремін. Онда сол адам көңілмен қалдырып кеткен болды. Сол екеуі бір адам болып жүрмесін сол. Екеуі бір адам. Абырой болыпты. Мен айтам, жаңа сіз ұқсап, уақытым жоқ еді, десем, мынау кезінде бұл телефонның жоқ кезінде қалай болды екен деймін де, суретке түсірмейтін кезінде. Анау фотоаппараттар еді ғой. Ондай болды. Оған дейін жаңа қағазға жазып автографтар болды. Оған дейін әйтеуір көзіне көрініп қалды. Мен өз басымнан өткен. Көшеде кездесіп қалды, неге танымайсыз? Жаңа ғана кімнің Сұлтанның әлгі ән айтайыншы деп әнді бастамай монологын айтып тұрып алады деген кезінде есіме түсіп кетті. Кезіндегі Тамашаның бас режиссерді, бәрімізге ұстаз болған, ақылшы болған Лұқпан Есенов ағамызды дастархан басында бата сұраған кезде сондай еді. Сайт бермедіңіз ғой бір рет. Ал Лұқа деп енді ас қайыру керек десең, ал енді мынау енді дастархандарың берекелі болсын, мына Бауыржан айналайын, мына дастарханың рахмет. Жалпы мен сені өзі бұрыннан жақсы көрдім. Осындай еді, осы ал келін Алтынжан бар ғой, сені осындай бітті, сенен кейін бәрі біздің қолымызды көреді, көріп қалады. Ал мына дастархандарың берекелі болып, осындай болып, осындай болып. Мына оператор жігіттер, айналайын сендерге рахмет, сендер осындай бітті, көзіне түсіп бата алғыс тілекке, одан кейін жиналысқа айналып кетеді. тілек жиналысқа біреу көзіне түсіп қой, сен өткің бағана рөлді қателестің ғой, немен істеп жүр, не ойлап жүрсің? Ана мына сенің қолымыз бәрі батаның ішінде, қолымыз ақырын көтереміз, көрінсін деп, көрінгеннен кейін барып тағы
бір жарты сағаттан кейін бітетін бата деген аумин деп ой керемет. Ол да ол өзінің мысалға қалай деймін болмысы, қарапайымдылығы, шынайылығы қазіргі адамдарда осындай қарапайымдылық жетіспейді. Қазір бәрі жасанды, бәрі ассалаумағалейкум қазақ елі. Бәрі телефонды қоссаң, халқым, құрметті, мынау енді деп бәрінде бір қазақтың қамын жеген адам көп дейсің ғой. Ойбай, сосын бір қатты бір бара жатқан немше бір адамның бір қарапайымдылығы, өзіне бір сондай бір қалмай баратыр. Кейде бір сондай қарапайым бір адамды көрсең, ана адамның қылыбалары қызық кәдімгідей. Соны қайталап сахнаға шығарғың келеді. Мысалы анау Чүкең жақсы білесіз ғой енді өзіңіз білесіз, әріптес кинода да бірге жүрсіз жаңа. Жүсіп Ақшора. Иә, Жүсіп Ақшора. Сол Чүкеңді айтамын да, көбісі ойбай жаңа мықты актер дейді ғой. Ол өзі болған сол да ол кісі. Болмысы. Бары сол өзі. Иә, ол өмірде де, сахнада да, ол сондай бір қарапайым қызық адам. Ол өмір бақиына ол көрерменнің көңілінде қалады мысалға. Оның жаңағы Чүкеңнің ойнағаннан көрсе, ойнамағанның өзі бір ойнап тұрған сияқты бола ма? Әрине. Табиғи бұл. Табиғи. Сондай нәрсе. Қазіргі адамдарда табиғилық жоғалған. Адамдар бір-біріне ұқсайды бізде. Қыздар да бір-біріне ұқсайды, қарасаңыз. Әйелдер де бір-біріне ұқсайды. Ең таңғалатыным шенеуніктер бір-бірінен аумайды. Иә. Олардың бойындағы интеллигент дегенден тек костюм шалбар ғана. Парасат, пайым, мәдениет деген жұрдай. Ана ар жақта отырған өзінің көкесі бастық аман болса болды. Ол аман болса, бұл мына қызметте отырады. Ал алдына барған адамның кім екенін, қандай адам екенінде шаруасы жоқ. Бәрі костюм шалбар киіп алған, бәрі бір сұсты, бәрі бір елдің қамын ойлап жүрген адам сияқты. Не істеп отырғанын өздері білмейді. Қайта-қайта жиналыс екен. Қайта-қайта жинала береді екен. Қайта-қайта жинала. Мен бір рет барып әкімдікке, бастық жинап жатыр деп кетіп қалады, жинала береді, жинала береді, 5 минут келіп отырып, шамал демалып алады да, дағы жиналыс. Жаңағы Мөңкенің Тілеу руының ішінде Мөңке деген 100 жылдығын болжаған әулие айтқан екен. Халқына пайдасы жоқ, жиын болар. Сондай заман кез келсе, түзелуі қиын болар деп. Бір тағы немістің философы айтқан екен, атын ұмытып қалдым. Бір нәрсені шешу үшін қайта-қайта адамдар жинала берсе, ана мәселенің шешілуі қиындай түседі деп. Әрине. Дұрыс айтқан. Мысалы қарасаңыз, қандай философия, мысалға, ана жерден барып, ана домбыраны жөндеу керек болса, ұстаға апарып келді, ұста жөндеп береді. Ертеңінде келді, оны жөндегенде қалай жөндейміз деп тағы біреу шығады. Оған қандай ағаш апарамыз? Ол үшінші адам келеді, мен мына ағаштарды зерттеп келдім дейді. Төртінші адам мына ұстаны таңдайды. Сөйтіп ана бір мәселені шешілу үшін күнде жиналған сайын ана мәселенің шешілуі қиындай түседі, шешілмей қалады. Ол қазір сондай болып жатқан сияқты маған. Бәрі жиналып ала береді, бірақ шешіп жатқан түк жоқ. Мінеки көріп отырсаң көрермендер, бұл әзілкештер тек қана әзіл айтпайды. Біз көбінесе елдің қамында, елдің кемшілігін де бақылап, өстіп жанымыз ауырғаннан кейін соны әзіл қылып шығарып отырамыз. Отбасының дайындап алып келген жаңағы қызықтары әлі де жеткілікті. Біз енді осы шаңырақ вайынның тағы бір кезекті санына кезек берейік. Қазір мен саған барлығын түсіндіремін. Міне мынау. Сен, Мінеки, сен, мен сенің астыңа 3 адам жазамын. 3 адамның біреуі үй жинайды, кір жуады, жалпы үй шаруасымен айналысады. Екіншісі тамақ істейді, және ыдыс жуады. Басқа да ұсақ-түйек шаруалар жасай береді. Ал үшіншісі баланы мектепке апарады, әкеледі, және оның сабағын оқытады, жалпы бала тәрбиесімен айналысады. Ал сен осы диванда әдетің бойынша күнде қалай жатасың, солай телефоныңды шұқылап жата берсең де болады. Сонда бұлар кімдер? Тоқалдар. Тоқал? Иә, шариғат бойынша 4 әйел алуға дейін құқымыз бар. Алтыным, баурайды балқыным, сезімге балқыдым, менің алтыным. Отағасы, далаға шығып ауланы сыпырдым, итке тамақ бердім, тауықтарға жем шаштым. Ас бөлмеге келіп қуырдақ пісірдім. Сізге дәмді қылып жасап қойдым. Тамақтанып болған соң мен сізге массаж жасап бердім. Екінші әйел керек жоқ менің келіншегімдей. Екінші әйел керек жоқ менің келіншегімдей.
Азыр қонақтар келген кезде өзің ішпей қонақтарға ішкіз. Мен ішпесем, олар да ішпейді ғой. Енді мүлдем ішпе демеймін ғой енді. Аз-аздан іш, сәл-сәлден іш, мас болып қалмашы айналайын. Жарайды. Ал енді мынау құрметті қонақтар, қош келдіңіздер деп сіздердің құрметтеріңіз үшін көтеріп қояйық. Иә. Рахмет аға. Өте жақсы тілек айттыңыз. Сіздің тілегіңізді жерде қалдырмай алып қояйық кәнеке. Рахмет көке, рахмет, өте жақсы айттыңыз. Көке, сізді біз бала күнімізден жақсы көреміз көке. Сіздің тілегіңіз жерде қалмасын деп көке, мен алып қоямын. Сіз үшін алып қоямын көке. Қандай керемет тілек. Көрдің бе? Құдағиымыз қандай керемет тілек айтты. Құдағидың тілегі жерде қалмасын дейміз. Құдағи үшін көтеріп қояйық кәнеке. Өміріне оңай болмайды, зулайды, уақыт зулайды. Ай жеңгем қадырады ғой менің. Жеңгем дейді алып үшін алып қояйын. Жеңгем үшін алып қояйын, жеңгем үшін. Ал енді оны сол кім не? Ешкім ішпей ме? Ешкім ішпей ме? Онда мен алып қояйын. Айып қойған соң мен алып қояйын. Алып қоямын. Сен не деп отырсың, құда? Сен құда сен, қазір мен сен ұмытып жүрмін, Жақсы. Ренжімеңіздер, я, сау болыңыздар. Мінеки көрермендер, қандай өнерлі отбасымен кездесіп отырғандарыңызды байқап отырған шығарсыздар. Міне енді тағы да екеуі де күй сандығын мойнына асып алып, керемет бір ән көрермендерге сыйға тартқалы отыр менің байқауымша. Иә. Әзілән өте ұзақ ипотека туралы өте қысқа ән. Бәрекелді. Үйленген соң баспанасы жүре берген болмайды екен. Жас жұбайдың көбі солай сорлайды екен. Әрлі-берлі пәтер жалдап көшіп қонып күй кешесің сол қайғы. Екеуміз де жап-жаспыз, көңіліміз ақсандық, белді буып баныкке аттандық. Үй алам деп бүліндік, құжат жинап жүгірдік, ипотека дегенге ұрындық. Дейміз де жылдар өтті, күннен күнгі жалақымыз зорға жетті. Жоспарымыз, арманымыз қайда кетті. Әр ай сайын өтелетін банктегі төлемақы қажетті. Балайында ешқайда бармағанбыз екеуміз, бұл пәлені алыппыз, бекербіз. Уайымдама бекерге, ипотека біткесін, ем алуға шетелге кетерміз. Уәде бересің бе? Дейміз де, арада жылдар өтіп атқан көрермендер түсініп отырған шығар. Бірте-бірте қартайып бар. Өтіп жатыр. Құтылдық біз, кемпірім-ау қуанайық, құтылдық біз. Болды енді жыламайық, құтылдық біз. Ипотека деген әкеңнің ғана аузына қой, материет етпе. Ипотека деген сұмға енді кәрі жоламайық, құтылдық. Ипотека алғанбыз, ұзақ жылға солай, 70-ке кеп құтылдық, масқарай. Бір бөлмелі үйіміз, дей алмаймын хан сарай, бірақ удай бағасы отобай. Кемпірім-ай, үйленгенде қандай едік, жас едік қой. Ыстық сезім махаббатқа мас едік қой. Бір бөлмеге қол жететін күн болса деп армандайтын жас едік.
өтірік емес бұл шындық, тек алға деп құлшындық, сол себептен кредитке ұмтылдық. Осылайша ұрындық, енді кемпір шал болдық, ұзақ жылға кредит болсындық. Жабылды ғой, атың өшкір ипотека жабылды ғой, жылдар бойы қалта төбі қағылды ғой, ішпей жемей төлеуші едік, уайымдап жүруші едік, жабылды. Бас қосқалы екеуміз қыдырып та көрмеппіз, ұзақ жылдар тек кредит төлеппіз. Қыдырамыз біз енді, үйіміз бар, саспаймыз, 70-ке кеп жаңа өмір бастаймыз. Дай 5. Айшал, ана кредиттен құтылдық, үйіміз бар. Енді анау Турцияға бар, теңіздің жағасында купальникпен жатайық. Купальникпен? Ой-е! Аттанайық, көз жетпейтін аттанайық бір қияға. Египет пен Испания ма, Түркия ма? Қанша ақша кетер екен, пенсиямыз жетер ме екен, есепте. Так, пенсиямыз жетпейді-ау, тағалмасақ кредит. Не дейді? Не болмаса пәтерді, сатайық. Қой, кредиті құрысын, қыдырмай-ақ қойғаның, жүрудан да шай ішіп жатайық. Едрит Мадрид кредит. Ой, бәрекелді мінеки. Деп, ақыры ешқайда бармай. Қартайды. Шай Бүкіл ішіп. қазақтың басындағы бар қайғы, бар дүниен мінеки. Құрметті көрермендер, Бауыржан орда тек актер ғана емес, тек талантты әртіс, әнші ғана емес, осындай сатираны да өзі жазады. Бұл осы бір жыл бұрын өзінің осы бірнеше театрларға жазып жүрген шығармалардың барлығы жинақталып, бір кітап болып шыққан. Кітаптың аты Қалжыңдаймын деп аталады. Қалжыңдаймын, мінекей, бәрекелді. Меломан дүкендерінде әлі де бар болу керек. Бауыржанның сатирасы қызықтыратын болса, алыңыздар. Ал енді біздің осы келіп отырған өнерлі отбасына алғыс айтқаннан басқа уақытымыз қалмаған сияқты. Бауыржан, Алтын, рахмет сіздерге, өнерлерің өрге жүре берсін. Сізге рахмет. Балалардың қызығын көре беріңіз. Аумин. Өткен Наурыз мерекеміз құтты болсын. Наурыздан Наурызға аман есен жете берейік. Кішкене уақыт аз болып қалды, әйтпесе Асқар ағаменен бір шай ішіп отырып 18 сағат әңгімелесуге болатын адам. Әңгімеміз жарасады, өз түсірілімде, анда-мында, қойылымдарда, концерттерде кездесіп жүрміз ғой. Сондықтан Асеке, сізге рахмет. Хабарыңыз өркендей берсін. Осы жастардың сүйіп көретін жастар арнасында екен бағдарламасына айналсын. Деніңізге саулық тілеймін. Аман болыңыз. Ал құрметті көрермендер, Масқара шоуда келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.